Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, және мені көріп отырған барлық қатысушылар. Барлықтарыңызды алда келе жатқан жаңа жыл мерекесімен қызу құттықтаймын. Балалар, айтыңдаршы, сендер үшін қай мереке өте ерекше? Әрине, бұл жаңа жыл мерекесі. Бұл жаңа жыл мерекесі әрбір баланы емес, жалпы адамзатты өзінің ерекшеліктерімен қызықтыратын, асыға күттіретін ерекше мейрамдардың бірі. Жаңа жыл мерекесі осы әсем шыршамен ерекше. Біз бүгін мастер-класстың тақырыбы жаңа жылдық шыршаны безендіретін әсем ойыншықтар тігу. Біз ендеше осы әсем шыршамызды безендіретін ойыншықты тігуді бастаймыз. Мен сендерге алдымен қолданылатын құралдармен таныстырып өтейін. Бізге қайшы қажет болады. Сонымен қоса тігін құралдарының ең басты бөліктерінің бірі ине және жіптер. Бүгінгі ойыншықты тігуге арналған негізгі материалымыз бұл фетр матасы. Бізде мұнда қызыл және ақ түсті фетр матасы бар. Осы екі түсті фетр матасынан өздерің көргендей мұнда осындай әсем ойыншықтар тігеміз. Біз әрбір тігін жұмысын бастамас бұрын қауіпсіздік ережелеріне назар аударуымыз керек. Оны барлықтарың білетін шығарсыңдар деп ойлаймын. Бұл қауіпсіздік ережелері дегеніміз тігін құралдарын керектенгенде денемізді жарақаттап алудан сақтану. Ендеше біздің бүгін қолданатын тігін құралдарының бірі қайшы. Біз бұл қайшыны қолданған кезде қолымызды кесіп алудан сақтануымыз керек. Егер оқушылар сендер үйде осы ойыншықтарды менімен бірге жасап отырған болсаңдар, аналарыңның жанында болыңдар. Осы тігін құралдарын абайлап қолданыңдар. Жіпті қолмен үзуге болмайды және инені ауызға салуға болмайды. Ал ендеше біз әрбір жұмысымызды талаппен бастап, үлкен талғаммен аяқтайық. Жұмысымызды бастаймыз. Біз алдымен қатты қағаздан мынандай үлгі қиып аламыз. Бұл қатты қағаздан қиылған үлгінің диаметрі 6 сантиметр. Ендеше біз алдын ала дайындап қойғанбыз мұнда. Мынандай 2 дана фетр матасы қажет болады. Ендеше біз осы фетр матасына мынандай қар бүршіктерінің бедерін тігеміз. Ендеше жұмысымызды бастайық. Қолымызға қызыл түсті жіп аламыз. Бізде фетр матасы ақ түсті болғандықтан қызыл түсті жіпті инеге 4 қабатты болдырып сабақтап тігеміз. Біз мұнда алдын ала қар бүршіктерінің нүктелерін белгілеп алдық. Бұл ең ортаңғы нүктесін тауып аламыз. Сосын ортаңғы нүктесінен шетке қарай 8 тарауға тарата тігетін боламыз. Сендерге көрініп тұр деп ойлаймын. Мұнда осылай біз шеткі 8 нүктені дәл ортаңғы түйілісетін бір нүктеге тарата тігеміз. Мұнда біз ортаңғы бір нүктеден 8 тарауға шашырата тіктік. Енді екінші біздің тігісіміз осы әрбір шашыраған 2 сызықтың ортасынан бұлай тағы да келесі бедерді шығарамыз. Қазір мен барлық тігістерді тігіліп болғаннан кейін көрсетемін сендерге.
Мында біздің жібіміз аяқталуға жақын қалды, сондықтан жіптің артын тігіп отырған матаның артқы бөлігінен жақсылап түйіп, келесі жіпті аламыз. Біз жіпті міндетті түрде қайшының көмегімен қиямыз. Мен әрбір жұмыс барысында көптеген инелерге дайын болып тұру үшін жіптерді алдын ала сабақтап дайындап қоям. Ол да сендерге бір кеңес болсын деп айтып отырмын. Біз келесі жібімізбен, яғни қызыл түсті 4 қабатты жібімізбен бедерді жалғастыра тігеміз. Мында біз екінші тігісімізді тігіп дайын болдырдық. Енді алдында тіккен ортаңғы нүктеден жан жағына 8 тарау тіктіге, соның ұштарынан екі жағына шашырата тігеміз. Әрбір тігістің иінесі шаншылған нүктесінен екі жағына шашырата тігіп шығамыз. Бүршік тігеміз. Мында бірінші сызыққа екі шашыраған бүршік тіктік. Енді осылай жалғастырып, келесі бүршіктерді тігіп шығамыз. Тігін тігу барысында қолдарыңа иіненің кіріп кетуінен сақтаныңдар. Мында сендерге көрінетіндей етіп ұстайын. Мында біздің қар бүршіктері Петр матасының бетіне тігіліп дайын болды. Енді біз жібімізді матаның теріс бетіне түйіп, қайшының көмегімен қиып аламыз. Біздің ойыншығымыздың негізгі бөлігі дайын болды. Енді біз бұл ойыншықты шыршаға іліп қою үшін мынандай жіп қажет болады. Ендеше біз осы жіпті шамамен 20 сантиметрдей өлшеп аламыз. Қолымызда міндетті түрде өлшеуіш құрал болу керек. 20 сантиметр өлшеп алдым. Енді бұл жіптің екі ұшын бір-біріне түйеміз. Мында түйіліп дайын болған бұл жіпті жаңағы ойыншықтың келесі бөлігіне ақ жіппен тігеміз. Не үшін түйдік деп ойлайсыңдар балалар? Біз бұл түйіншектің белін бастыра тігеміз. Тіккен кезде бұл жіңішке жіпті инемен тігу, жіппен тоқтату қиындау болады, сондықтан түйіп алдық. Біз сол түйіншектің үстінен бұлай осы жіптің белін бастыра тігеміз. Сонда жібіміз бұл матаға берік ұстайды. Мында біз осылай тігіп алдық.
жіпті түйіп, жаңағыдай қайшының көмегімен қиып аламыз. Мұнда біздің ойыншығымыздың екі бөлігі де дайын болды. Енді не істейміз? Бұл екі бөлікті бір-біріне қабаттастыра тігеміз. Әрбір тігістің өзінің атауы болады. Біз қазір бұл екі матаны бір-біріне торлау тігісі деген тігіспен тігеміз. Торлау тігісі екі матаны бір-біріне қоса тігу. Шет жағын былай жағалата тігіп шығамыз. Торлау тігісті бастағанда алдымен бергі бөлікке инені бері бағыттап шаншимыз. Сонда біздің жіптің ұшының түйіншегі екі матаның ортасында қалады. Сосын екінші тігіс арғы матадан бері қарай шаншимыз. Яғни екі матаның ортасынан инені былай шығарамыз. Сонда мұнда екі матаның дәл ортасынан жібіміз шықты. Енді бұл торлау тігісін тіккен кезде матаның ар жағына бері қарай бағыттай тігеміз. Сосын мына жіпті иненің астына былай салып отырамыз. Сонда бізге жаңағы екі матаның ортасынан мына жерден арқау сияқты жіп былай пайда болады. Осылай жалғастыра тігеміз. Әрбір тігісті тіккенде сапалы болу үшін, әрі әдемі көріну үшін инені былай шаншып алғаннан кейін жерге қойып, яғни үстелдің үстіне. Сосын қолымызбен былай тартып, жақсылап, дәл ортасына келтіріп аламыз. Әрбір тігісті осылай сәндеп, жақсы тігіп шығуға тырысайық. Осылай шеңберді толық тігеміз. Әрбір тігістің өлшемдері бір-біріне ұқсас болу керек. Бір тігісіміздің өлшемі ұзын, бір тігісіміздің өлшемі қысқа болса, біздің тігіп отырған затымыздың сапасы, түрі жаман болып көрінеді. Сондықтан әрбір тігісті талғаммен тігуіміз керек. Біз мұнда шеңберді тігіп аяқтауға жақын қалдық. Енді мына жерінен 3 см немесе 2 см көлемінде ашық қалтырамыз. Бұл араға біз бұл ойыншығымыздың томпиып жұмсақ болып тұру үшін синтефон саламыз. Мұнда алдын ала дайындалған синтефоннан осы ашық жерге былай қолымыздың көмегімен осылай итеріп саламыз. Жұмсақ мақта салуға да болады. Егер жұмсақ мақта немесе синтефон жоқ болған жағдайда маталардың қиындыларын салуға да болады. Қолымызда қандай жұмсақ заттар бар? Тігін маталар. Соларды саламыз. Мұнда біздің ойыншығымыз томпиып жұмсақ болды. Енді тігісімізді жалғастырып тігіп ойыншықты аяқтаймыз.
Мында біздің ойыншығымыз тігіліп дайын болды. Біз әрбір затты тіккен кезде түйіншегін ішіне қарай сіңіре тігуіміз керек. Түйіншек біздің сыртында көрініп тұрмау керек. Сондықтан мына жерден бір рет түйеміз былай. Сосын мына матаның ішіне былай кіргіземіз инені. Кіргізіп тұрып, қаттырақ тартып, жаңағы иненің кірген жерінен түйіншекті ішіне қарай тартып, кіргізіп жібереміз. Сосын былай жіпті тақап тұрып, қиып тастаймыз. Мында біздің әсем ойыншығымыз тігіліп дайын болды. Енді біз бұл ойыншығымызды әдемі шыршамызға іліп қоямыз. Мында. Бүгінгі біздің сабағымыз, яғни фетр матасынан жаңа жылдық бұйымдар жасадық. Осы фетр матасы дегеніміз жалпы ежелден бізге келе жатқан тігін құралдарының, тігін материалдарының бірі. Бұл фетр матасын кезінде біздің ата-бабаларымыз қойдың жүнін түтіп, өңдеп, осыдан кигіз жасайтын болған. Ал осы фетр матасы дәл сол кезіндегі ата-бабаларымыздың кигіз жасау әдісі бойынша бізге жеткен тамаша материалдардың бірі. Бұны көбінде қол өнерге, осылай тігінге қолданады. Өте қолданыстағы материалдардың бірі деп айта аламын. Сонымен біз тек қана осы шыршаның ойыншықтарын ғана емес, түрлі түсті мынандай фетр матасынан бұйымдар жасап әкелдік. Мынау мында тамаша жаңа жылдық дорба. Кәмпеттерге толы деп айтайық. Сосын мында тамаша есікке іліп қоямыз. Әсем, подделка. Сонымен қоса мында үстелдің үстіне тұруға арналған сурет жақтауы, фоторамка деп айтамыз, я. Сонымен қоса мында біз осы оюлы отау тігін студиясының оқушыларымен бірлесе отырып, осы жылда мынандай тамаша зат жасадық. Бұл қалай атасақ болады бұны? Қарлы қыз деп атауға болады. Осындай тамаша бұйым жасаған оюлы отау тігін студиясының барлық оқушыларына осы орайды пайдалана отырып, рахметімді жолдаймын. Және мында біз ойыншықтарымызды мынандай сыйлық ретінде беруге, осындай әсем қорапшаларды әсемдеп, мында сыйлыққа беруге әдейі дайындадық. Мында әрбір қолданыстағы қажет емес заттарды осылай қолданысқа келтіруге болады екен. Мында бұны сыйлыққа беруге болады. Мынандай қорапшалардың сыртын былай сәндеп, осындай заттар жасадық. Және бұл қалам салып қоюға арналған осындай заттар. Мында оқушылар, сендермен бірге болғаныма өте қуаныштымын. Қолдарыңнан ине түспесін, қазақтың әрбір қызы шебер болсын. Әрбір ісімізді талғаммен бастап, талаппен аяқтайық. Сендерге сәттілік тілеймін. Алда келе жатқан жаңа жыл мерекесін қуанышпен қарсы алыңдар. Жаңа жыл қазақ еліне тек қана жақсылықтар ала келсін. Рахмет. Сау болыңдар.